Сәлем достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгін біз ерекше триллер жайлы айтатын боламыз. Джон есімді жазушы жалғыз өзі ескі пәтерде тұрады. Бұл пәтер оған әжесінен қалған еді. Ол үйінен бірнеше ай болды сыртқа шықпағанына. Әр таңда домофонға белгісіз біреу қоңырау шалып үнсіз болып тұрады. Джон кім екен деп терезеге асығып жақындап көргісі келеді. Бірақ онда ешкім көрінбейді. Ай сайын коммуналды ақы алуға бір адам келеді. Джон оған есік астынан ақшаны береді. Оны тұратын жері Нью-Йорктағы қауіпті аудандардың бірі Бронкста еді. Джон радиодан Бронкста маньяк пайда болыпты. Ол бірнеше адамды өлтіріпті және жалғыз қара шашты қыздарды азаптап өлтіреді екен дейді. Джон да қара шашты қыз еді. Содан кейін Джон әпкесі Маргоға, айтпақшы ол да жазушы еді, қоңырау шалып ақша сұрайды. Марго оған мен барып жағдайыңды көргім келеді дейді. Бірақ оған Джон келіспейді. Сосын үйінің іші қоқысқа толып кеткенін көріп, оларды сыртқа шығармақшы болады. Қоқысты жіппен түсіріп жатқанда жіп үзіліп қолын жарақаттап алады. Джон тамақты курьер арқылы алатын. Сол кезде домофоннан біреу қоңырау шалады. Ол тағы да үнсіз тұрады. Бірнеше уақытта тағы домофонға қоңырау шалады. Сол кезде Джон ашуланып айқайлап мазаламауын айтады. Бірақ бұл курьер екен, ол Джонға тамақ әкелген болады. Курьерге ақшасын бергенде, онда қайтарым ақшасы болмай қалған. Ақшаны өзіңе қалдырып қалған қоқыстарды алып кет дейді. Курьер оған келісіп, сосын ішке кіріп қолын жуады. Сосын ол Джонға жынды деп кетіп қалады. Біраздан әпкесі Марго Джонға қонаққа келеді. Оған есікті ашқысы келмейді. Біраз жалынған Марго кетпей тұрып алады. Сосын Джон есікті ашып ішке кіргізеді. Марго үйді көріп шошып кетеді. Оған ішін жинауға көмектеседі де, Джонның хит болған бұрынғы кітабын тауып алады. Марго оған кешке паркке барып қыдыр дейді. Бірақ Джон шығуға тырысады, бірақ қорқып қайта үйіне кіріп кетеді. Басқа бөлмеде Марго бір жігітпен сөйлесіп жатады. Онда ол Джон ауырып жүр, оған көмек керек дейді. Оны Джон естіп тұрады. Содан кейін қыздар ішімдік ішіп біраз әңгіме айтады. Ол өзара дауласып, Джон неге тағы шығайын деп тұрғанда ату өшті деп айтады. Марго, сенің осы жағдайың маған да қатты батады дейді. Сол кезде домофон шырылдайды. Джон одан шошынып Маргоға барма ашпа дейді. Терезеден қарағанда ешкім жоқ. Марго Джонға сақтан деп пистолет береді. Жатар алдында терезе жақтан адамдар шулап өтеді. Одан қорыққан Джон қаруын қасына алып кереуеттің астына салып қояды. Ертесіне Марго Джонға оның жазған шығармаларын тексті түрде баспаға салайын дейді. Оған Джон ашуланып, менің үстімнен күлу үшін келдің, кет деп қуады. Сол күні кешке Джон телевизордан өзінің интервьюін қарап отырады. Онда ол кітап жазғанын, басты кейіпкері әкесі екенін, осы себепті оның туыстары Джонмен араласпай кеткенін айтады. Кейін әкесі қайтыс болған екен. Келесі күні алдыңғы жігіт оған темекіні жеткізіп, тағы жуынып алайын дейді. Джон оның денесіндегі іздерді көріп, не болды деп сұрайды. Курьер, бала кезде өртеніп кеттім, анам да өртенді, бірақ ол тірі қалмады дейді. Сол түні домофон тағы шырылдайды. Бірақ Джон оны алмайды. Сосын радиодан қызықсыз жаңалықтарды тыңдап, бір өлеңге билеп алады. Джон редакторына қоңырау шалып, аванс сұрайды. Бірақ редактор көп аванс бердім, маған кітапты аяқтап тез жібер дейді. Джон жұмысқа кірісіп бастағанда үнемі алаңдай береді. Бір кезде оған полиция келіп, қорықпа, бұрын сен сияқты бір қыз болған, мен оған көмектескенмін деп жақындасуға ымдайды. Бірақ Джон ашуланып полицияға кет дейді. Оны рацияда шақырып алады. Полиция кетіп бара жатырып, саған көк қасқыр келеді деп маза қылып кетеді. Джон ашуланып, кет ары деп балағаттап жібереді. Түнге қарай терезеге жақындап қарағанда, көшеде қыз бен бала махаббатпен айналысып жатады. Оны көріп қозып кетеді. Сосын көрші үйде бір жігіттің отырғанын көріп, терезеден тығылып қалады. Джон анонимді танысу сайтына кіріп, Билли есімді жігітті үйіне шақырады. Олар баста біраз келісе алмай, бірақ кейін қосылып кетеді. Екеуі түнімен жақындасып, сосын әңгімелесіп кетеді. Билли, менде сен сияқты бала кезде өрмекшеден қорқатынмын, бірақ бір күні дүкен қасында бір өрмекшені ұстап алып жедім дейді. Содан кейін қорықпайтын болдым дейді. Содан кейін домофон тағы шырылдайды. Билли барып көріп қайтады, бірақ ешкім жоқ екен. Билли оған бұл сондай аудан деп мән бермеуін сұрайды. Келесі күні Джон кітапты аяқтап, курьер Фреддиға кітапты редакторға апаруын сұрайды. Ол $40 сұрайды. Бұл Джонның бар ақшасы еді.
Джон Фреддиға кітаптың ақшасының чегін әкел деп өтінеді. Арада бірнеше күн өтеді. Фреддидан хабар жоқ. Курьер офисына қоңырау шалғанда, онда Фредди деген адам жұмыс істемегенін айтады. Сосын Маргоға қоңырау шалады, одан кешірім сұрап дауыс қалдырады. Сол кезде қалада жаңбыр жауып, бүкіл қала жарықсыз қалады. Қалада қылмыскерлер тонауға шығады. Джон терезеден Фреддиді қуып жүріп құлатқан полицияны көріп, оған айғайлайды. Бірақ оны полиция естімейді. Джон қанша қорқса да төмен түсіп, әлгі жігітке барады. Қараса ол Фредди емес екен. Сол сәтте оған қарақшы бір жігіт қарап тұрады. Джон оның бетіне бір қарайды да шығысқа бет алады. Қарақшы оған тиіспейді. Сол сәтте күн шығып таң ата бастайды. Осы кадрден кейін Джон жаңа интервью беріп жатқанын көреміз. Оның жаңа кітабы хит болады. Кітаптың аты «Тұңғиық өмірі». Журналист одан басты кейіпкер кім дегенде ол өзін айтады. Кино осы жерден бітеді. Бұл киноға айтарым, мықты кітап шығару үшін ерекше жағдайда болу керек. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.